Бүгінгі басқосуда конституциялық құқықтың өзекті мәселелері, демократиялық институттардың даму бағыттары, саяси модернизацияның ерекшеліктері, мемлекеттік басқаруды жетілдіру жолдары мен азаматтық қоғамның дамуына қатысты маңызды мәселелер жан-жақты талқыланады деп ойлаймын. 2026 жылғы жаңа конституция өзінің қабылдану жағынан, өзінің қағидаттары, принциптері жағынан 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясынан түбегейлі өзгеріске түсті. Бұл жерде елдің даму бағыты, саяси басқару формасы өзгерді. Бұрын біздер президенттік, парламенттік деп айтатынбыз. Қазіргі кезеңде таза президенттік басқару формасына көштік деп айта аламын. Енді өздеріңіз білесіздер, бұрында біздерде парламенттік басқару, 2 палаталы парламент болды. Бұл жолы бізде парламент өзгерді. Құрылтай деп аталады. Құрылтай біздерге жат ұғым емес. Біздің мемлекетіміз жартылай отырықшы, жартылай көшпелі мемлекет болып келе жатыр. Сонау Алтын Орда кезеңінен бастап өздеріңіз білесіздер. Құрылтай біздің еліміздің өмірінде болған институт, ең басты институт. Құрылтай ханды да сайлаған, ханды да таратқан. Бүгінгі жиын елімізде болып жатқан саяси реформалар жөнінде талқылауға арналған жиын. Менің бүгінгі жасайтын баяндамам осы саяси реформалардағы жастардың рөлі. Ең бірінші айтатын нәрсеміз ол жаңа конституцияның преамбуласы. Онда осы алдыңғы 1995 жылғы қабылданған конституциямен салыстырған кезде ауқымдырақ, оның ішінде жастарға бағытталған ғылым, білім және жастарды қолдау деген мәселелері преамбуласында жазылған. Ол жаңа айтқандай жастарды қолдауға, жастар саясатына деген үлкен басымдық беріліп жатыр деген сөз.